Сәлеметсіздер ме алтындарым? Бүгін сіздермен бомба рецептпен бөліскелі отырмын. Яғни ажурные блинчики. Бұл рецептті өзгертулер енгізіп жасадым. Яғни жеке рецептім десем де болады. Өте дәмді, керемет шықты. Жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, өсімдік майы, ұн және де тұз. Ең алдымен жұмыртқаны ағын сарысынан ажыратып алдым. Және де сары уызға қант қосып миксерлеймін. Біздің жұмыртқамыз әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Мінекей миксерлеп алдым. Келесі кезекте сүтіміздің жарты бөлігін құятын боламын. Сүтімізді жақсылап миксерлеп алдық, және де бізде осындай көбікше пайда болады. Сонан соң ұнды 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп араластырамыз. Ұнды толық араластырып болғаннан соң тестамыз қою болып қалуы мүмкін. Ол әрине қалыпты, өйткені біз сүттің жартысын қосып алғанымыз үшін. Сіздер сүтті бастапқы кезде толық қосып алсаңыздар да болады. Немесе миксеріңіз жоқ болса, жартылай қосып, осылай мен сияқты жасасаңыздар болады. Бірақ мен миксерде осылай жартылай бөліп жасадым. Ұнымызды жақсылап араластырып алдық. Келесі кезекте қалған сүтімізді құйып жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып алдық. Келесі кезекте ақуызымызды миксерлейтін боламыз. Ол үшін ақуызымызға шым-шым тұз қосып, әппақ болғанша, яғни әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Көпіршігіміз дайын болды. Оны дайын болғанын білу үшін осылай ыдысты төңкеріп көреміз. Сонда біздің көпіршігіміз түспеуі қажет. Келесі кезекте біз көпіршігімізді, яғни ақуызымызды тестамызға қосатын боламыз. Және де оны төменнен жоғарыға қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Сонан соң сұйық майымызды құйып араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді оны қызып тұрған табамызға құйып блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Және де айта кететін жағдай, егер сіздер сковородкаға блинчик пісіретін болсаңыздар, алдын ала майлап алғандарыңыз дұрыс. Өйткені біздің блинчиктеріміз жабысып қалуы мүмкін. Мінекей алтындарым, біздің блинчиктеріміз ажурные болып шығуда. Менің рецептім сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Менің каналыма жазылыңыздар және де лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақерке.